Бәріңе сәлем, бұл видеода мен сіздерге жөтелге қарсы қақырықты шығаратын және эффектісі мол рецепті көрсетемін. Ол үшін мен 2 пиязды майдалап тураймын. Туралған пиязды шұңқыр ыдысқа саламын. Үстінен 2 ас қасық қант саламын. Араластырамын. Және 5-тен 7 сағатқа дейін үй температурасымен столдың үстіне қойып қоямын. 6 сағаттай өтті, қарап тұрсаңыз, біздің шәрбәтіміз мына жерде дайын болып тұр. Дәмі өте тәтті, өйткені ішінде қант бар. Қанттың арқасында пиязымыздың согы шықты. Және де тәтті дәм пайда болды. Сондықтан да сіздер бұл шәрбәтті 1 жастан асқан балаларға бере берсеңіз болады. Үлкен адамға 1 ас қасықтан 2 рет күніне, ал кішкентай балаға кішкентай қасықпен 2 рет берсеңіз болады. Эффектісі өте тез пайда болады. 1-2 бергеннен кейін жөтел азайып, қақырық шығады. Бұл рецепт интернетте өте танымал. Және де интернеттен оқып көрсеңіздер, комментарийларында барлығы тек жақсы нәрселер жазып жатыр, көмектеседі деп. Сіздерге видео ұнаса, онда видеоға лайк қойыңыздар, және де келесі кездескенше.